мұсылманмын деп жүре бермей, сезіну керек сен кәдімгідей мықты адамсың жер бетінде жүрген. Пайғамбарлардың өзі армандап кеткенде кейбір үмметі, Мұса ана Танбихул Ғафилиннің кітапта айтады, Мұса пайғамбардың өзі Раббысына, Раббым, мен ана тағдырдың тақталарында бір-біріне шапағат ететін адамдарды көріп жатырмын дейді. Оларға келіп біреу шапағат етеді екен дейді. Менің үмметім болшы деген кезде Алла тағала, Мұса, саған берілген нығмет аз болды ма деп айтады дейді. Ол Мұхаммедтің үмметі таласпай қой деп айтады. Бір-біріне шапағат етеді. Оларға келіп біреу тағы шапағат етеді. Қараңыздар. Қапыздар жаңағы Қарекең оқып жатыр мына жерде. 10 адамнан бастап шапағат етеді олар дейді. Көрдіңіздер ме? Ғалымдар шапағат етеді. Шахидтер шапағат етеді. Дүниеден өтіп кеткен кішкентай сәбиің шапағат етеді ғой. Не дейсің? Қазір жылап дүниеден өткен кезінде қиналып жатқан шығарсың. Раббым, неге алдың я? Неге алдың деп біз әңгіме айтамыз ғой Құдайға. Өзің мықтылығыңнан туылған сияқты ол бала. Құдай бермеді, ал не істейсің ал вообще? Вообще берген жоқ ал бала. Сонда да әңгіме айтасың ба не Құдайға? Ешкімнің Құдайға әңгіме айтуға хақысы жоқ. Вообще неге алдың деп айтуға хақысы жоқ. Бүкіл нәрсе Алланың мүлкі. Мына жердегі бүкіл нәрсе Алланың мүлкі. Қалаған уақытында алады, қалаған уақытында береді. Құдайдың тірлігіне араласу сіз бенен менің міндетім емес.